Ал бізде қонақта Алматыдан келген қонақтарымыз Қазақ газеттері серіктестігіне қарасты Ақиқат журналының бас редакторы ақын Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың лауреаты Алмахан Әлімұлы, қош келіпсіз. Және Үркер жастар журналының бас редакторының орынбасары Жарас Сәрсек ағамыз. Жарас аға, сәлеметсіздер ме? Алғашқы сауалымыз да осыдан басталып отыр. Оңтүстікке сапарларыңыз қандай сапармен келдіңіздер, қандай мақсатта келдіңіздер? Содан бастасақ. Жалпы жаңа ғана біз пойыздан түстік. Келу мақсатымыз мынау күз мезгілі жалпы қазақ журналистика үшін өзі бір науқан. Бір жағы осы оңтүстіктегі оқырмандарымызбен жүздесуге келіп отырмыз. Солардың орталарында болып, олардың қазақ басылымдарына дейтін пікірлерін, талап тілектерін естіп қайтайық деген ниетпен келіп отырмыз. Негізгі мақсаты осы жүздесу, оқырманмен жүздесу. Енді қош келіпсіздер дейміз. Бізде арнамызға келіп осындай мақсаттарыңызбен келгенімізге біз біріншіден алғыс айтамыз. Сонымен қатар келесі сауалым жаңа айтып өттіңіз сөзіңізде. Келуіміздің бірден бір мақсатының бірі осы жастардың бүгінгі таңдағы қазақ басылымдарына деген ой пікірін білу. Қалай ойлайсыз? Бүгінде мынау ғаламтор жайлап кеткен жоқ па? Осыншалықты қазір көптеген баспаларымыз бар, жаңағы журнал газеттеріміз бар. Ғаламторда бірақ көп отыратын секілді. Осыған не айтасыз? Бұл жалпы Қазақстанға ғана тән үрей емес, әлемде болып жатқан қозғалыс. Екеуінен де бұл интернеттен қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Бірақ осылай екен деп жастардың бір интернетке үйірсек екен деген желеуді алға тартып, жалпы баспасөзге деген көзқарасты өзгертудің ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын. Мысалы, Америкада Нью-Йорк Таймс дейтін газет бар. 1,5 миллионға жуық оқырманы бар. Ал интернетте әлем бойынша ең дамыған мемлекет интернет жағынан. Интернет газеті бар, интернет журналы бар, ол да Америка. Егер интернет алға шығып, баспасөзді керек етпейін десе, неғып Нью-Йорк Таймс газеті жабылып қалмайды осы уақытқа дейін. 1,5 миллион оқырманы бар. Демек, баспасөз дейтін ұлы күш, бұл өзінің киесі бөлек, қасиеті бөлек, қағаздың иісі қашанда халыққа керек. Сондықтан интернеттен үрейленбей, баспасөзден алыстамай, екеуін қатар алып жүруге болады деп есептеймін өз басым. Қазір жалпы Қазақстанда, қазақ қоғамында интернет синдромы жүріп жатыр. Яғни интернет дерті. Бұл өтпелі нәрсе. Әрбір ғылыми техникалық прогрестің даму, шарықтау шегіне көтерілген кезде әртүрлі сол ғылыми техникалық прогрестердің жемістері пайда болып, газет журналдарды көлеңкелеп қалады деген ұғымдар шыға бастағаннан-ақ ел бітті, газеттің күні де бітті, журналдың күні бітті деп шу шығарып жатқан. Алғаш телевидение шыққанда да солай, радиода шыққанда. Сондықтан бұның барлығы өтпелі кезең. Ертең мына халықтың интернетке қызығуы, құштарлығы басылады. Мына әдеби кездегі екпін, мына синдром. Сосын қазір интернетті жақсы дейтін себебі, интернетке қарауыл қарап, саптаяқ қасқылып сабынан қарауыл қарау дегендей, ешкім қарауыл қарап отқан жоқ, ойына келгенін жазады. Яғни қазір интернеттер өсектің орталығына айналып отыр. Аты жөнін жазбайды, біреуді ғайбаттай салайды, біреуді ластай салады. Сосын келеді интернеттің күні туып тұр. Ертең бұған заң қабылданады әртүрлі. Сосын жалпы ой пікіріңді жазуға, кәдімгі аты жөніңді көрсетіп жазуға, рұқсат қағазын алуға. Сосын жалпы интернет мәдениетін игереміз. Интернетпен жұмыс ең бастысы бұл жерде тежеу, тыю салу емес. Ең басты мәселе интернетте жұмыс істеу мәдениетін игеру. Яғни интернетпенен хат жазысу мәдениеті, интернетке мақала. Осылардың бәрі қалпына түскеннен кейін қайтадан газет журналға оралады халық. Газет журналын іздейді.
Бұндай синдром әр ғасырда болып тұрған. Бұл бір өтпелі кезең. Ертең халық осы журналды, осы газетті іздей бастайды. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс істейміз, сондықтан хабарласыңыздар. 21-44-50 біздің тікелей эфирдегі нөміріміз, ал бізде қонақта Ақиқат журналының бас редакторы Ақын Алманхан Әлімұлы және Үркер жастар журналының бас редакторының орынбасары Ақын Жарас Сәрсек ағаларымыз отыр. Сондықтан хабарласыңыздар, сіздерден ақ-тілек, сауал, ой пікірлеріңізді күтетін боламыз. Ал сіздер хабарласқанша келесі сауалымызды аға сіздерге жолдасақ. Жалпы мынау Үркер жаңа айтып өткен Ақиқат журналына жазылу республика бойынша ғой? Әрине. Жазылу қаншалықты жаңағы қарқынды болып жатыр? Жастарымыз көптеп жазылады ма? Жоқ, үйде отырған аға апаларымыз жазылады ма? Негізі мынау Қазақ газеттері серіктестігі жанынан 6 басылым шығады. Ана тілі газеті шығады, Мысль журналы бар, Ұйғыр авазы, Экономика газеті, Үркер, Ақиқат журналдары. Сондықтан әрқайсының өзінің белгілі бір оқырмандары бар. Мысалы, біздің Ақиқат журналының оқырманы мынау қалыптасқан, саяси сауатты, қоғамға, мемлекетке деген көзқарасы қалыптасып үлгерген адамдар. Өйткені 93 жылдық тарихы бар бұл журналдың. Алғашқы кезде коммунист деген атпен шыққан, одан Қазақстан коммунисі болған. Сондықтан 93 жылдық тарихы бар журнал болған кейін бұл өзінің кескін келбетін, мазмұн мәнін қалыптастырған журнал. Рас кеңестік кезеңде белгілі бір социалистік реализмге байланысты бір тежеулер, цензуралар болды. Ал қазір енді 91 жылдан бері Ақиқат болып шығып жатырмыз. Қазір біз ойымызды еркін айтатын, сөз бостандығын толық пайдаланатын журналға айналдық. Сондықтан қазір біздің журналдың оқырмандарының да жасы өзгеріп отыр. Мысалы, қазір университеттерде экономика факультетінің, философия факультетінің, психология факультетінің жігіттері журналды іздеп оқып жатыр, ұл қыздары. Сондықтан қазір біздің оқырман әртүрлі, енді Үркер оқырманын жарас айтып жатыр. Сөздеріңізді аузыңызда бөле тұрайын, бізге хабарласып үлгерген көрерменіміз бар. Тыңдап алайық. Алло, сәлеметсіз бе? Саламатсыздар. Армысыз? Ағаға сұрақ қойайын дегенім, қазақ газеттеріне қандай газеттер кіреді? Біздің облыстың газеттері кіреді ме? Содан кейін сұрайтыным, жалпы газеттердегі жазу сауаттылығына қаншалықты сол мәселеге назар аударады осы ұйым? Жақсы, рахмет. Біздің қазақ газеттеріне облыстар кірмейді. Өзі жаңағы айтып отқан 6 басылымнан басқа басылымдар кірмейді. Ал енді жазылу мәселесіне келсек, мысалы біздің Ақиқат журналына былтырғы жыл қорытындысында оқырманымыз 5000-нан асып жығылды. 5000-нан асып жығылды деген сөз, қазіргі нарық заманында ешкімді қинамай, зорламай, таңдау түсіп тұрған кезде 5000-нан асып жығылу журнал үшін жақсы көрсеткіш. Егер де біз осыны ұстап тұра алсақ, жақсы болады. Өйткені қазір оқырманның да талабы басқа. Біз заманға, уақытқа, қоғамға жауап бере алатын материалдар шығаруымыз керек. Яғни журналистің профессионализмі арту керек, кәсібилігі арту керек. Жалпы мынау Қазақстанда баспасөзі көп, ең көп 3 қала болатын болса, соның бірі осы Шымкент. Шымкент қаласының өзінен қаншама газет журналдар шығып жатыр. Сол Шымкент қаласына шығатын газет журналдардың оқырманы біздің де оқырманымыз деп есептейміз негізі біз. Мысалы біздің Үркер журналының шыға бастағанына 5-ақ жыл болды. Бұл жалпы бағыты Үркердің жастарды шығару. Енді таныла бастаған жастарды жарқыратып халыққа таныстыру, тұсауын кесу солардың көпшіліктің алдында. Бұлай қарасақ, сол Үркердің бетінде көбінесе осы оңтүстіктен шығатын таланттар көбірек насихатталады. Ол әдебиет саласындағысы бар, өнер саласындағысы бар, спорт саласындағысы бар, тарих ғылымы дейді, сол салада еңбек етіп жатқан жас тарихшылар, ғалымдар бар. Көбінесе сол оңтүстікте шыққан жас таланттар біздің Үркердің бетінде жарық көріп тұрады. Өйткені Үркер жастардың журналы. Мәселен кейін мынау Ақерке
Тәжібайбан қазір бүткіл республика біледі. Қобызша. Түркістанның қызы бұл. Түркістандікі. Сонан кейін Роза Әлқожа дейтін әншіміз бар. Иә, сазгер, әнші. Ол да біздің үркөрдің бетінде әлденеше рет жарық көрді. Сондай-ақ Бақытжан Алдияр дейтін осы оңтүстік Қазақстандағы ақын бауырымыз бар. Ол да біздің үркөрдің бетінде бірнеше рет жарық көрді. Сол сияқты жастарды қанаттандыру үшін осы үркөрдің бетінде көбірек жариялап отырамыз. Ал жазылу бағасына келетін болсақ, ол бәлендей салмақ салатында оқырманға баға емес, 2,5 теңгенің көлемі. Сонда бір жылға 2,5 теңге жеке жазылушылар үшін. 2,5 теңгеге арақ та ішіп жатады ғой, мысалы, біреулер 2,5 теңгеге. Темекі де алып тартады. Оның орнына сол 2,5 теңгеге бір журналға жазылып қойса, ол кәдімгідей азық емес па, бір жылға. Бәлкім көп жылдарға азық болар еді деп ойлаймын өз басым. Түсінікті, мынау өзімізде көптеген осы бейне материалдар дайындаймыз. Бүгінгі таңдағы 21 ғасырдың жастары қандай газет журналдарды оқиды деген. Өкініштісі осы жақында ғана сауалнама жүргізген болатынбыз. Сонда қателеспесем 60-қа жуық пайызын жастар жаңағы орыстың болсын, қазақтың болсын, жаңағы глянц дейміз бе, қазақша. Сол журналдарды оқиды екен алып. Ол үшін ақшаларын да аямайды екен. Осы турасында өздеріңіздің пікірлеріңіз қандай? Мен жастарды түсінемін. Онда жастықтың максимализмі, жастықтың мынау консервативтік ескі көзқарасқа қарағанда жылтырақ нәрсеге әуес болатын рәс. Бірақ жастар жылтырақ нәрсеге әуес болғанға қарағанда мағыналы мәнді нәрсеге әуес болғанын қалар едім. Әрине олар менің ақылымды тыңдай да қоймас. Өйткені олардың жастық буы бәрібір тыңлатпайды. Өйткені мен де ол этаптан өткенмін, мен де жас болғанмын, ондықтан түсінемін. Бірақ жастар жеңіл-желпілікке, жеңіл-желпі тәрбиелейтін нәрселерге әуес болмау керек. Мысалы, Пугачеваның Киркоровқа тиген, болмаса кімге деген, соның бәрін жастар құстарланып іздеп оқиды. Меніңше оның орнына жаңағы өзінің жас үркер, ақиқат журналдарын оқыса, салмақты, салиқалы, елі туралы, жері туралы, тілі туралы, мемлекеті туралы айтып атқан журналдарға әуес болса, бірақ енді жастың аты жас, оған қазір ол уақыттан қалғысы келмейді. Жаңағыдай мысалы оларға қызық, Нұртас кеше Алматыда неге шу шығарды деген мәселе қызықтау. Әлі бір сайттан оқып жүрмін, бір газеттен оқып отырмын, Нұртастың әкесі кім деген. Мысалы солардың бәрі күнделікті тұрмыстық нәрселер ғана. Бүгін бар да ертең жоқ. Жастар осыған көп әуестене бермесе дер едім. Жастар барынша салмақты, барынша елдік, мемлекеттік, ұлттық тұрғыдағы нәрселерге ойланып үйренсе. Аманхан аға, Жарас аға, жалпы сіздер мынау Шымкент қаласының туған күніне орай сапарлатып келіп отыр екенсіздер. Сапарларыңыз сәтті болсын деймін. Сонымен қатар мынау бағдарламамызда тікелей эфирде сіздерден осы қала күніне орай ақ тілекпен өлең сұрауды енді сіз айып етпесеңіздер. Егер өлең сұрасам. Бір шумақ өлең ғой. Және қала күнімен мынау біздің қала тұрғындарын құттықтасаңыздар, ақ тілектеріңізді жолдасаңыздар. Ал енді құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, жалпы оңтүстік өңірдегі бауырларымыз, мынау орталық Шымкент қаласының туған күні екен, соған сәйкес келген екен. Біздің сапарымыз құтты болсын. Еліміздегі саусақпен санарлық қаланың бірі, онсыз да енді бірегейі болсын деп тілейміз осы қала. Осы қазақтың салт дәстүрін ұстанған, қазақтың тілін ұстанған, қазақ күйінде қалдыратын қала десек, сол абыройлы міндетті қашанда абыроймен атқарып жүре берсін деп есептейміз. Сол басшылығында отырған азаматтарға елдік мүдде тұрғысынан үлкен парасатты ойлар тілейміз, парасатты қызметтер тілейміз. Жүзеге аса берсін. Енді соның бір тілегіміздің жоралғысы болсын деп бір өлең оқып берейік.
қабыл алыңыздар. Менің туған жерімде төбедеңдер көп еді. Қияғы қылыш секілді, құрағы ырыс секілді, бетегесі жусандай, орсаң ол да шөбеді. Үйеңкі терек ағашы өскенде өзін тараған, тіреусінде аспанның иілмей төмен қараған. Жебесі қолдан түскен соң жау жылап кеткен жер еді, содан соң бейбіт өмірге маужырап кеткен жер еді. Есігін түнде ілмеген, еркіндеу жатқан елі бар, өзеуреп келген есерге бейіттер жатқан белі бар. Басыңа жүрсе бақ қонбай, жақындай келгін жат болмай, дана қарттарым бар әлі, дала жайындай сен ұғар. Қырмызы тектес қыздарын көрінген күзіп бермеген, қандасым дейтін қалқаға жанарын сүзіп көрмеген. Осындай жерде тұрам мен, осындай елде тұрам мен, кесілген бастың зары бар, көзінде кек бар сөнбеген. Жауыз деп келсең тозақпын, жайыңмен келсең жұмақпын, суына ғана жуынған мөп мөлдір таза бұлақтың. Күндіз жортсам күн қылыш, көзіме салып шоқ берген, түнде жортсам ай қылыш, жұлдыздар жұбым боп келген. Көңілін берген адамға көктемге қар боп ерігем, көңілім қалған наданға қара тас болып көрінем. Шіренгенімді көрсең сен, үзеңгі бауым үзілген, қуанғанымды көрсең сен, қоралы қойым кеміген, өзіме тартқан далам бар, төбе дөңдер молынан, қияғы қылыш секілді қырқаның түспес жонынан, тұяғы жұмсақ малым бар, аялап көкке жайылған, шығарда шықпас жаным бар, осының